еңбегі ерен ер тұлға Нығмет Нұрмақовтың туғанына 125 жыл. Нығмет Нұрмақов 1895 жылы 25 сәуірде қазіргі Қарағанды облысында дүниеге келген. Әкесі Нұрмақ жеке шаруашылығы мен аңшылықпен айналысқан қарапайым ортақол шаруа болған екен. Бала Нығмет 1905 жылы мектеп табалдырығын аттады. 1908 жылы Қарқаралыдағы 2 сыныптық орыс училищесіне оқуға түсіп, ата-аналарға арнайы бөлінетін стипендиямен интернатқа орналасады. Оқуды үздік алғыр бала болған екен. 1911 жылы Омбы мұғалімдер семинариясында оқуға қабылданады. Семинарияны ойдағыдай бітірген Нығмет 1915 жылы Қарқаралыға қайтып келіп, өзі оқыған училищене мұғалім болады. Нығмет Нұрмақов өмірінің соңына дейін ел ісімен айналысқан елдің азаматы болған.